Так, мына жерде барлық көрініп тұр, иә? Иә, көрініп тұр. Link.js қараңыздар достар. Мысал ретінде конс бізде айтайық, fruits деген нәрсе бар деп айттық. Бұлар бізде string форматында. Мысал бізде apple, banana деген сияқты, banana. Мына жерде қарасаңыздар, көбіне былай істеп fruits дедіңіздерді to uppercase дедіңіздер, немесе fruits to uppercase, мұндай local uppercase деген бар. Екеуі де бір нәрсе, істейтін нәрсе, екеуін де практикада қолданады. Сіздер былай істеп қазір. Бұл дұрыс жауап негізінде, сіздер шығып тұр барлығы. Бірақ енді консолда көрсету үшін, бұны көрсету үшін екі жолы бар. Біріншіден, сіздер мынаны тікелей осыны консол ішіне саласыздар. Мысалы ретінде console.log деп былай жібересіздер. Енді қазір браузерда көретін болса, стрингқа өзгерту керек. Так, и запустить дейін, мына жерде. Ашып қарайтын болса, мына жерде. Сіздерде міне шығып тұр уже, көрдіңіздер, apple, banana деп тұр. И мына жердегі нәрсе, то есть тікелей шыққан жауапты, мына жерде қайтқан жауапты біз алып көрсеттік. Екінші жолы бар, сіздерге айтқан. Конс дейсіздер да, мысалы, upper fruit дейсіздер, яғни фруктылар үлкен жауаппен деген сөз, былай істейсіздер. То есть мынадан шыққан жауап, ол уже үлкен форматта тұр уже. Барлығы үлкен әріппен. Соны алдыңыздарда, осы мәнді алдыңыздарда, мына жерге алдыңызда былай сақтап қойдыңыз, мына айнымалы. Сөйтіп, мына айнымалы көрсеттіңіздер. Сөйтіп, мына жерде тоже apple banana деген шығады. Тура осы нәрсе ғой, мына жерде консолға шығару деген сөз. Мына жерден сіздерге жаңалық болуы мүмкін, көз үйренбеуі мүмкін, немесе бізді мына нәрсе орындалғаннан кейін, мына нәрсе өзінің жұмысын атқарғаннан кейін, бұл белгілі бір нәтиже қайтарады. Бұл нәтиже қайтарады. Сабақта ол былай тұр, көбіне тік осылай тұр. Apple, banana деп. Өйткені мына нәрсе жазғаным, оң жақтан ол комментарий белгісі мынандай, екі слэш, және жауабы осы. Как будто былай жазған сияқтысыздар ғой. То есть, былай жазған сияқтысыздар ғой. Теңестіріп. Но мынадан шыққан жауапты просто сақтап алдыңыздар, мына айнымалы сақтадыңыздар, сөйтіп көрсеттіңіздер. Так, түсінікті болды ма енді? Аға, түсінікті, бірақ мен конс дегеннің орнына let деп жазған ғой. Мына жерге ма? Жоқ, ол да болады. Let деп жазсаңыздар болады мына жерге. Ешқандай разница жоқ. Тура осылай жазсаңыз. Мен дәл осылай жаздым, бірақ letпен шықпады ғой. Так, мен сізді үй жұмысын көрейін лучше. Қай жерде? Мынау ғой соңғы жерге. Жоқ, сол. Енді қара, мына жерде сен істеп тұрсың. Сенде жасап тұрған қара, бір мәтін бар, apple, banana, orange деген нәрсе бар, сен оны үлкейттің, uppercase. Бірақ сен әлі де кішкентай текст uppercase деген кезде бұл мынаған көрсетіп тұр да, бұрынғыға көрсетіп тұр. Көрдіңіз бе? Apple, banana, orange. Енді сен мына жаңа мәнгі көрсету үшін айтып отырмын ғой, тікелей осыны консольға сақтау керексің, немесе бір айнымалының ішіне сақтап қою керексің. Екі разница бар. Мына жерде тура сондай, мен қазір фрутсты алып қоятын болсам, мына жерге ештеңке өзгермейді. Мына жерде. Қазір қарай, қарасам мен apple, banana. Қазір тура сен осылап тұр. Ешкімде әріппен бәрі тұр. Енді бұлай жазсаң, ол жұмыс жасамайды. Өйткені мына жерде ол fruits өзгерген жоқ. Просто бұл мына бір нәрсе, функция деп атайды. Алдыңғы тақырыпта жақынырақ танысаңыз бұны. Бұл функция болғандықтан, бұл мына сөзді өзгертеді де, түпкі нұсқасына тиіспейді. Просто сөзді өзгертеді де, бірдеңе қайтарып қояды орнына. Сөйтіп, let дейсің де, мына қайттан upper енді қойсам болады. Мынаны қойсам болады, uppercase. Қара, сенде мына fruits деген нәрсе бар, сақтап қойын. И және де мына жерде upper fruits деген нәрсе бар. Сөйтіп, сен екі айнымалы бар. Тексеретін болсам, біреу кішкентай әріппен, екіншісі үлкен әріппен. Так. Қолды үйрету керек қой. Әлде түсінсіз ба? Әлде сұрақ па? Түсінікті. Менде бір сұрақ бар еді. Диас қой, Жаңағы to uppercase пен to local uppercase қандай айырмашылығы?
екеуі бірдей қолданады көбіне. Бұл неге байланысты ғой? Локализацияға байланысты. Ара-арта сіздерде арабский версия болатын болса, environmentқа байланысты мына оқысаңыз return string where all have been converted to uppercase taken into account the host environment күнді. Environment деген айттым ғой. Бұл сізде не серверге байланысты. Егер сіздер серверде мысал ретінде тек қана ағылшын тілі, орыс тілі, қазақ тілімен жұмыс істемейсіз, басқа да тілдер болуы мүмкін. Ол сол тілдегі байланысты, ерекшелікке байланысты жұмыс істейді. То есть, бірақ қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі үшін бірдей нәтиже қайтаратын кезінде. Бірақ практикада көбіне мынаны біз аз қолданамыз. Сабақта түсіндірілгенмен 90% негізі мына метод қолданады. Өйткені мына метод онсыз да барлығы не істейді? Қамтып алады, уже жауып алады барлығы. Сол үшін мына методты мүмкіндік болса осыны қолдана беріңіздер көбіне. Мынаның да орны бар, бірақ бұл өте аз қолданған кездері болады. Өзі практикада келеді бұйырса. Әзірге to uppercase, to lowercase деген нәрсе қолдана беріңіздер. Қандай сұрақ тағы да? Сұрақ жоқ ағай. Так, супер. Бізде алдағы сабаққа көшсек. Біз жалпы айнымалымен таныстық. Айнымалының мақсаты, айнымалының аты болады дедік. Қайталап өте салайық сабақта. Бізде айнымалын құру үшін, мен бүйтіп алайын, сіздердің тест сияқты болайын. var.js дейін. Немесе let.js дейін. Давайте такой не болсын. Айнымалын құру үшін мен не істеу керекпін қазір? Мысалы, студенттің есімін қайтару керек ме? Студенттің есімін сақтау үшін бір айнымал жасау керек тұр. Мен не істеймін қазір? Мен айта берейін ба ағай, или? Жалпы айта беріңіздер. Let дейтін ключевой сөзді қолданасыз, және қасына ат бересіз, бір айнымалының атын бересіз. Мысалы, студент. Потом студент дейтінді. Потом тем болады, и жақшаның ішіне бір имя бересіз. Жақша жоқ бұл жерде. Жақша, ой. Тендік оператор. Точка. Мына жерге не істейміз? Ары қарай? Ары қарай бір есім жазасыз. Мысалы, студенттердің атын жаза беріңіз ағай. Нұржан атын. Так, мына жерде қате бар ма? Кавычка жоқ. Кавычка. Хорошо. Сосын мына сұрақ нәрсе тоже сабақта түсіндірілген. Мына нәрсе не үшін керек? Сонда біз не үшін жазамыз? Қос нүкте. То есть точка запятойды. Мынаны жазбасақ біздің код жұмыс істей ме? Иә, жұмыс істейді. Не үшін онда жазамыз мына нәрсеміз? Енді басқа езіктерден келген деп ойлаймын. Барлық езіктер бар. Негізі JS-та баяғыдан болған шығар, ол баста негізінде. Бірақ қазір ондай қойылмайды. Қойсаң да болады, қоймасаң да болмайды деген сияқты. Иә. Жалпы бұл негізінде бұл нәрсенің барлығын бір тілмен айтқан кезде негізі инструкция деп атайды. Мына нәрсе инструкция деп атайды. Яғни бір логика деген сөз, бір нәрсе біткеннен кейін, бір выражение немесе біткеннен кейін, оны бітті деген белгіні беру үшін осындай көбіне не қылып жасайды? Точка запятая қояды. Бұны қойсаңыздар да болады, қоймасаңыздар да болады, бірақ кейбір кездерде қою керек болады. Так, жақсы. Келесі мысалы не қылайын? Мысалы, мынау түсінікті болды. Мынау комментарий, біз білетін, слэш, бұл комментарий. Сөйтіп жасылмен көріп тұрады, бұл комментарий деген сөз. Енді мынандай мысал. Студент name дедім де. Бұлай қойдым. Және студент name дедім де. Нұржанат дедім. Console.logқа былай қоятын болсам не шығады бізде? Қазір не шығуы мүмкін? Нұржанат деп шығады. Студенттің аты? Ал егер мен былай істесем ше? Не болады, қандай жауап болады? Серік. Соңғы нақты Серік болады, Мына жерде жауап қандай болады? Или Нұржан Серік болған бірге екеуі? Жоқ, Серік.
Қалған студенттерді көрейін, түсінікті. Не деп ойлайсыздар мына жерде? Екеуі бірге шығатын сияқты. Тағы қандай варианттар бар басқа? I don't know. Негізінде Сіз енгізіп отырсыз ғой екеуін де ана ненің ішіне. аха, так. Негізінде жауап мынандай болады, достар. Тек серік қана алады мына жерде. Тек серік. Последний вариантты ғана ала ма? Контейнерға бұл айтқанда біз айнымалы құрдық. Мына жерде басында тексеріп қойған болсам, әрқайсысын стадияға қазір көрсетіп қояйын. Студент name деймін. Сіздерге түсіндірем. Или былай көрсетіп тастаймын мына жерде. Ең басында құрған кезде оның мәні undefined болады. Қазір алдыңғы сағат түсіндіресіз, ол не үшін? Или қазір уже бастап отыр. Undefined дейді. Ең басты. Яғни undefined деген сөз не определенный деген сөз. Яғни мәні оның жоқ деген сөз. Әлі пустой деген сөз. Сол үшін оның мәні undefinedға тең болады. Ары қарай біз сол айнымалыға не істедік? Басқа бір мәнді теңестірдік, бір мәнді бердік. Өтер Нұржанат деп бердік. Хорошо. Енді студент name'да бізде не бар? Уже Нұржанат деп тұрсыз. Кез келген жер тақысында студент name бізде Нұржанат бар. Ендігі келесі нәрседе қарасаңда уже студент name серік деп тұр. Уже былай айтқанда алдыңғы мәнді толық өшіріп тастайды. Алдыңғы мәнді, біз оң жақтағы мән деп атаймыз, значение. Мына нәрсе тенен кейін тұратын нәрсе, бұл значение, яғни айнымалының мәні. Яғни алдағы айнымалын толық өшіріп тастайды. Все, жоқ уже ішінде. Жаңа мән береді. Жаңа мән береді. Бұл айтқанда сіздерде контейнер бар. Контейнер ішінде бір жұмыртқа болатын болса, мен бір ол контейнерға нан салатын болсам, оның қасына қоймаймын да, нанды. Ол уже жұмыртқаны алып тастаймын, оның орнына нанды қоямын. Соңғы контейнер не қалды десем, уже нан тұрады всегда. И бұл жерде тура сондай. Алдыңғы мәнді өшіріп тастай береді. Оны перезаписание деп атайды. Перезаписание значения. Перезаписание значения. Яғни мәнді жазып тастау орын. Тамаша. Так, и және де мына жерде бізде кез келген айнымалы құратын болсақ, бізде достар мынандай ұғым бар. Инициализация дейді. Бұл ағылшын сөзінен енген сөз. Орыста да айтады инициализация деп. Инициализация. Инициализация деген нәрсе, жалпы сіздер айнымалы құрған кезде оған сразу мәнді бересіздер. Жоғары жақта қарасаңыздар, мына жерге let student name Нұржанат дейсіздер. Сіздер айнымалыны құрдыңыздар, мына жерде оған сразу значение бердіңіздер. И бұның барлығын бір сөзбен айтқан кезде инициализация деп атайды. Айнымалының бастапқы мәнді беру деген сөз. Мына жерде бастапқы мәнді кешіктіріп бердіңіздер. Бастапқы мәнді, яғни undefined болды, пустой болды. Потом код жазу барысында сіздерге уже не қылсыңдар, оны алдыңыздар да, потом уже бердіңіздер, теңестірдіңіздер. Енді мынандай сұрақ туады, мен мысалы мына жерде жақсы стрингтармен түсінікті. Мен мына жерде мысал ретінде 30 деп жасатын болсам, мына жерде не болады енді? Мына жерде не болады? Серік болады, өйткені ол санды оқымайды ғой. Так, хорошо. Так, қандай варианттар бар басқа? Сол 30 болады. Так, 30 болады, Аха. Точно мадияз? Иә, 30. Ойланып жауап беріп отырсыз ғой. Так, Жауап берсін. так, басқа студенттер не ойлайды? Мына жерде достар, бұл жерде уже мәнге неге қарамайды, айнымалы типіне қарамайды. Бір ереже барлығына қолданып кете береді. Яғни сен серік дедің, енді ол келесіне сан беретін болсан, ол уже серік болмайды, ол жерде 30 тұрады. Сөйтіп бұл жерде кез келген мәндер, то есть любой значение бола береді. Любой значение бұл типке бөлмейді уже. Сен аласында бұны 30 қылсан болады, бұны қайттан undefined қылсан болады, бастапқы мән. Қайттан string қылсан болады, солай істеп кете бересің. Так, мына жер түсінікті деп ойлаймын. Енді бұл кішкенеге байланысты ғой. Жалпы табиғатына байланысты айнымалының. Үй жұмысына, қазір осы жерде айтып жіберейін. Үй жұмысқа сіздерге мынандай болады. 10 айнымалыны құру керек болады. Бесеуі string форматында, бесеуі не форматында? Number форматында. Number'да біз қазір өтеміз. По-моему, number'да өтпедік. Сан типімен жақынырақ танысу дейді.
және бізде булиондық undefined айнымалы құрудың басқа жолдары дейді. 3 тақырып бар. Мына жерде бір тақырып сан типі, екінші тақырып булиондық тип, үшінші тақырып undefined, одан кейін null бар, төртінші тақырып, бесінші тақырып бізде let пен const деген бар. Жалпы айнымалы байланысты нәрселер ғой барлығы. Біз осыған дейін біз немен үйрендік, иә? Жалпы айнымалы құрғаннан кейін, айнымалы құрғаннан кейін бізде мына жерде student name деген кезде біз серікті ала берейін, иә? Біз айнымалы құрдық, оның мәні мына жерде серік дедік, және оның типі. Бұл жерде бірнеше сұрақ қой достар, миларыңызды сақтап алыңыздар. Айнымалының аты болады. Айнымалының аты student name. Айнымалының мәні болады. Оның мәні неге тең? Серік болады. Және айнымалының типі болады. Ол бізде string. Немесе string типі. Жалпы қарасаңдар, кез келген айнымалы осы үш сұраққа жауап береді, немесе үш нәрседен тұрады. Айнымалының аты болады, ол student name. Айнымалының мәні болады, ол серік. Және айнымалының типі болады, ол string. Енді айнымалының келесі типі бар. Ол бізде number деп атайды. Айнымалының типі, басқа типі, бұл бізде сан типі деп атайды. Немесе бұл ағылшын тілімен айтатын болсақ, number data type. Сан типі, біз осыған дейін танысып кеттік негізінде. Let, мысалы студент age дейтін болсам, 20 деп алайық. Қарасаңыздар, біз уже неседік, жаңа айнымалы құрдық, оның аты студент age, және оның мәні 20-ға тең, оның мәні 20-ға тең, және оның типі сан типі. Сан типі. Өйткені мына екі нәрсені салыстырып көріңізші. Мына жерде мына мәнмен мына мәнді салыстырып көріңіздер. Мына мәнде қайдан білдік бұл string екен? Қайдан білді string екен? Мына жерді қарап көрейікші. Қалай string деп тұр? Өйткені мына жерде не бар? Бізде кавычка бар. Осы кавычка бізге белгі береді. Мынау бізде қазір string типі деген сөз. Одан бөлек екінші жазу тәсілі бар. Бұл мысалы былай бір кавычкамен де жазсаңыздар болады. Одинарный кавычка дейді. То есть екеуінде код жазу барысында ешқандай разница жоқ. Бірдей жазып кете бересіңдер. Енді мына сан болғаннан кейін, жалпы бұда мынандай кавычка болмайды бұда. Мынандай кавычкалар болмайды, тырнақшалар болмайды. Бір тырнақша, екілік тырнақшалар болмайды. Ол сразу өзі жазылады. Енді санның түрлері бар. Математика үйренде санның түрлері. Түрлері. Мына жерде кешіріңіз, қызым бүгін еркелеп жатыр. Бүтін сандар және бөлшек сандар деген болады. Бұл математиканың таныс нәрселері. Мынау бізде бүтін сандар 0-ден бастап жоғары кете береді. Одан кейін бөлшек сандар деген болады. Бөлшек сандар мысалы ретінде let p деп алатын болсам, 3,14. Мынау бізде бөлшек сан. Кәдімгі 3,14. 3,14. Мынау бөлшек сан. Одан бөлек сандар тоже математикада олар позитивті және негативті. Негативті сандар. Біз позитивті және негативті сандар деп бөлінеді. Позитивті сандар олар 0-ден жоғары кететін сандар. Бірден бастап шексіздікке кетеді. Негативті сандар 0-ден кіші сандар. Мықты, былай 0-ден кіші сандар. Мынау бізде позитивті, мынау негативті сандар. Мысалы, 1-ден жоғары, мына жерде мысал ретінде болса, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 бұл позитивті сандар. -1, -2, -3 и солай кете береді. Бұлар негативті сандар. Бұлар сандарға байланысты нелер ғой, барлығы. Енді кез келген программирование жалпы санмен жұмыс істеу үшін, бізде стрингпен жұмыс істеуге арналған бір методтар болса, санда да осымен жұмыс істеуге арналған өзінің методтары болады, немесе инструменттері болады. Олар мысалы оларды сабақта жақсы түсіндірілген.
мына жерде көп түрлері бар. Соларды ашып қараңыздар, санға байланысты. Мына сіздердің үй жұмыстарыңыз болады, жалпы сан типіне байланысты. Қазір 1 минут. Так, мен келдім. Санға байланысты достар осындай. Санға байланысты бізде 9 минуттық видео бар. Асықпай қарап шығыңыздар, оның методтары болады өзіне тән. Бұл жерде айтылатын нәрсе тағы да бізде глобальды нелер болады, объектілер болады. Математикамен жұмыс істеу үшін бізде көптеген методтар керек. Мысалы, біз мына жерде түбір асты дейтін математика ұғымдар бар. Түбір асты, түбір асты, квадрат, көптеген терминдер бар. Мысалы, бүтіндеу деген ұғым бар. Бүтіндеу. Одан кейін шексіздіктер. Бұның барлығы математикадан келген ұғымдар. Пи деген ұғым бар тоже. Солардың барлығы тоже біздің JavaScript тілінде, немесе кез келген программа тілінде ол бар нәрсе. Мысалы, мына жерде square десеңіздер, сіздерде бұл кез келген санның квадратын табады. Square. Так, көрейік. Көріп менімше. Былай тексерсек көрсек болады. Бұл наоборот не екен? Түбір асты екен. 16 түбір асты бізде 4 кетен, 32 осындай. Бұл жалпы түбір астына байланысты. И бір қызық операция бар. Бізде жалпы мынандай операция бар. Тағы түсіндіріп жайын. 3-тің квадраты ол 9, по-моему. Қарасаңыздар, мынандай бір көбейтуді 2 жазудың түрі бар. То есть қарасаңыздар, 3 көбейту 3 неше? 9. 9 көбейту 3 неше? 27 болады деген сияқты. То есть 3-ті 3-ке көбейтудің несі бар? Түрі ғой. Степень ба? Степень деп атай ма? Дәреже. Қазақша дәреже. Қарасаңыздар, мына жерде 3-тің 3 дәрежесі бізде 9-ға тең. 3-тің 4 дәрежесі 81. Сөйтіп кете береді. То есть мына жерде біз көбейтуді естедік достар, 2 рет жаздық. Көбейтуді 2 рет жаздық. 3-тің 1 дәрежесі, 3-тің 2 дәрежесі, 3-тің 4 дәрежесі. Және алдыңғы сабақта бір қалдық деген нәрсемен танысқанбыз, қалдықтар. Мына жер дәреже деп жазайын. Дәреже және қалдық. Қалдық, ол біз алдыңғы сабақта айттық. Мынандай бір процент белгісімен белгіленген программирование. Процентпен. 16-ны 5-ке бөлетін болсақ, оның қалдығы 1-ге тең. 4 дейтін болсақ 0, 3 дейтін болсақ 1. Бұл сияқты қалдықтың операторы ол осыған тең, процентке тең. Ол сияқты бұның барлығы математикада біз күнделікті өмірде қолданамыз барлығын. Так, дәреже, қалдық, математика байланысты және одан бөлек түрлі методтар бар. Осы сабақта танысып шығыңыздар барлығымен. Одан келесі сабақ бізде бұл мына сабақ бөлендік типке байланысты. Жалпы достар, мынандай нәрсе тағы да жаңа тип, айнымалының жаңа типі. Біз сан типімен таныстық, string типімен таныстық, undefinedмен таныстық, бастапқы мән дедік. Және бізде бөлендік тип деген бір. Бөлендік не? Тип. Булион деген сөз ағылшын тіліне аударған кезде бір нәрсе рас өтірік деген сөз, шын өтірік деген сөз. Мысалы, бізде ақпараттың түрлері бар, үйленген, я жоқ. Баласы бар, я жоқ. Жасы 18-ден асқан, я немесе жоқ. Ажырасқан, я немесе жоқ деген сияқты. Сондай ақпараттың түрін сақтауға арнайы айнымалыны құрды, оны булион деп атады. Ода 2-ақ мән болады. Мысалы, is студент деп ататын болса, егер оның жасы 19-да болатын болса, студент және университетте оқыса, ол is студент деген сөз. Студент ба деп сұрақ қойып тұрмын, true дейсіңдер. Өйткені оның жасы нешеде? 18-де. Мысал ретінде айтып отыр, образ ретінде. Ал егер де оның жасы 30-да болатын болса, ол сәйкесінше не болады? Оның мәні false болады. Сонда бізде true деген нәрсе ол рас деген сөз.
false деген нәрсе өтірік деген сөз. True рас, false өтірік деген сөз. Енді қандай кездерде қолданамыз? Мысалы айтып тұрмын сіздерге. A student has baby, баласы болатын болса, немесе let has notebook, қолында ноутбук болатын болса, компьютер laptop деп атайық. Laptop, яғни осында компьютер болатын болса, немесе let курс студент, яғни курстың студенті ма деген сияқты нәрселер бар да. Осындай түрлерді ақпарат сақтауға бізде булиндік нәрсе бар. Булиндік тип бар. Одан бөлек бізде мынандай типтер бар. Өтірікші типтер деген бар. Өтірікші типтер. Өтірікші типтер, оларды false тип деп атайды. False. False деген сөз, өтірікші деген сөз, ағылшында өтірікші типтер деген сөз. Қарасаңдар, бізде жаңағы мен let студент age дейтін болса, бізде жоғары жақта студент бар екен, age. Студент surname дейтін болсам, фамилиясы. Және оны console логпен тексеретін болсам, студент surname, яғни фамилиясы. Ашып қараймыз. Жалып жүрек. Және біздің өзімізді let.js-ді не істеу керек? Мына жерде байлап қою керек. Сонда қарасаңыздар, мына жерде undefined деп тұр, достар. Яғни, мен былай жазатын болсам, студенттің тегі болады ғой. Студенттің тегі ештеңке жоқ, undefined деген сөз. Және ешқандай бастапқы мән бермесе, оның мәні undefined қатен болады. Undefined ол мән. Немесе оны қолмен жазсаңыздар да болады. Undefined деп осылай. Екеуі де бірдей болады. Енді программа жазу барысында оның мысалы ретінде аты жөні немесе тегі пайда болатын болса, тура осы жерден оны өзгерте аласыңдар. Мына жерде пайда болады. Бұл жер сақтайтын нәрсе, бастапқы сақтау керек нәрсе, бұл бізде кез келген айныманы құрған кезде оның бастапқы мәні undefined-ға тең. Және бізде тағы да бір нәрсе бар, null деген нәрсе бар, соңғы тип. Бұл да өтірікші типке жатады. Null деген бұның да қолданыс аясы болады көбіне. Бұл көбіне андай практикадан андай қолданады екені. Мысал ретінде студенттің фамилиясы әзірге жоқ. Әзірге орнатылмады. Біз екі жолмен кетсек болады, undefined деп жазсақ болады, немесе null деген нәрсені қолдансақ болады. Null көбіне бұл бізде жалпы неде келеді? Біз бэкэндпен жұмыс істеген кезде көбіне осы интеграция жасаған кезде біз осы типпен жұмыс істейміз, null деген. Қазіргі таңда бізге керегі undefined пен әзірге қолданыс үйрете беріңіздер. Мынаның қолдану аясы болады, оған келеміз. Сөйтіп, достар, қарасаңыздар, бізде біз алдыңғы сабақты қорыттық. String несіне байланысты, айнымалысына, типіне байланысты. Одан кейін бізде сан типі болды. Одан кейін бізде сан типіне байланысты мынандай бір операциялар болды. Бүтін сандар, бөлшек сандар, позитивті, негативті сандар, түбірасты, квадрат дейтін нәрселер, шексіздік, дәреже. Одан кейін булиндік типке тоқталдық. Одан кейін бізде мынандай түрлерін жасадық. Одан кейін өтірікші типтер дедік. Undefined, null және false-та. False-та өтірікші типке жатады. Осы неге байланысты? Жалпы бүгінгі сабаққа байланысты. Алдағы сабақты да біз осыған артаймыз. Алдағы сабақты да біз бұл сабақты жақсылап қорытып алу керекпіз. Айнымалыға байланысты. Осымен негізінде айнымалы бітеді. Міне. Болды осы. Ең маңызды жұмыс істейтін нәрселер осы. То есть бұны примитивті типтер деп атайды. Басқа да түрлері бар. Массив деген нәрсе, бұларды бірақ айнымалы, бұларды күрделі типтер деп атайды. Немесе data type деп атайды оларды. Структура данных деп атайды оларды. Олар мүлдем басқаша. Олардың мақсаты, то есть егер сіздер массив, объект дейтін нәрсені, класс дейтін нәрсе, одан бөлек map, set дейтін нәрсені естіп жатсаңыздар, олар айнымалы типі емес, естеріңізде сақтап алыңыздар. Оларды структура данных деп атайды.
олар осы бір айнымалыдан құралған басқа типтер, айтқанда күрделі типтер, немесе олар структуралды анық деп атаймыз. Так, үй жұмысыға байланысты, әрқайсысы типке байланысты 5-5 мысалдан өздеріңіз құрып шығасыздар. Өздеріңіз 5-5 мысалдан құрап шығасыздар. Стрингке 5 мысал, санға 5 мысал, булинға 5 мысал, undefinedқа 5 мысал, нулдың жазудың қажеті жоқ, ол бір. Және математикалық операторлармен жұмыс істеп шығасыздар. Жаңағы дәреже, түпірасты, одан кейін былай айтқанда бөлшек сандар, бүтін сандар. Сосын бізде мына жерде үй жұмысы бар, сан типіне байланысты. Мына жерде үй жұмысы бар, сан типіне байланысты. Осыны шығарасыздар тоже. Бұл есеп шығару. Так. Сосын бізде не бар екен мына жерде? Булиандық тип дейді. Бұл булиандық тип. Так, все достар, осы. Сұрақтарыңыз бар ма бұл жерде? Менде 2 сұрақ бар еді. Хорошо. Алайық. Бірінші сұрақ, осы модульде тест жаңа айтып өтдіңіз ғой, тест тапсырасыздар, сол ашыла ма? Тесті мына модульдан кейін ашылады бұйырса. Модуль толық бітіріп алыңыздар. Алдағы сабақ тоже осы жағдаймыз. Ол сабақта практика жасаймыз тағы да бекіту үшін. Сосын бізде қорыту мақсатында, тексеру мақсатында тест жасаймыз, Так, екінші сұрағым, сіз мысалы анау бір методтар ұмытып қаласыз ғой? Сол қалай жасау керек? Мысалы тәсілін сол кезде қалай табасыз деп жатқан ба? Гуглдан іздейсіз ба или басқалардан көмек сұрайсыз ба? Мен методты мен көбіне методына Visual Studio Code ішінен табуға болады, Мысалы ретінде сіз уже жаза бастаған кезде мына жерде уже шыға бастайды барлығы. Мен жатқа білем. Просто бастап жаза бастасаңыз, парстан басталады дейтін болсаңыз, осылай шыға бастайды. Мен таянтатын болсам, осыған уже маған толық ақпарат шығады. Мына жерде ағылшын тілінде әрине. Convert string to integer, яғни stringті алады да, не істейді? Integer форматқа numberға аударады дейді. Сол сияқты. Мен осы жерде іздеймін. Маған VS Code көмекші біріншіден, толық көмекші. Екіншіден, егер мүлдем оны білмейтін болса, методты аламын да, мына жерге Google-ға жазамын. Мысал ретінде, қандай мысал жасақ болады екен, көбіне how to find square деймін, square in JavaScript деймін. Мен ағылшынша жаза беремін. Мен оқыған барлығы ағылшынша. Осы жерден шығады. Мысалы, must деп тұр. Мына жерде тағы нелер бар екен бізде? Жаңағы осылай кете статьялардың өздері жаңағы біздің үйренген екі нәрсе тұр, көбейту. Және одан бөлек must дейтін метод бар дейді, қарасаңыздар, тура екі бірдей нәрсені атқарады. Google-дан іздеймін, әрине. Мен ойлап тұрмын, алдағы уақытта осы бір нені қосқым келіп тұр, ChatGPT дейтін нәрсе бар. Соны курсқа қосқым келіп тұр. Қосудағы мақсат не, оны көмекші ретінде сіздерге. Сол жерден уже іздеп дұрыс сұрақ қойсаңыздар, тоже айта бастайды сіздерге. Былай жаз деп. Сол нәрсе ғой. Google ғой, жалпы бүкіл 90% разработчик, 100% разработчик Google-мен дос болар. Google-мен де дос болыңыздар, достар. Дұрыс сұрақ қоя білу, ол дұрыс жауапты алуға тең. Дұрыс сұрақ қоя білу, дұрыс жауапқа алып келесіздер. Сол үшін сұрақ қойған кезде де Google-да басында сіздер не айтқыңыз келіп тұр, не іздеп жатсыздар, кілте сөздер арқылы жазуға тырысыңыздар. Мынаны how to find square демесеңіздер де, мысал ретінде жаңағы square дейсіздер, ең JavaScript десеңіздер де жеткілікті. Сіздерге уже мына жерге жауабын тауып береді. Қараңыздар, must былай жазсаңыздар болады деп тұр. Так что бұл опытпен келеді, енді оны үйрете алмаймын, бір айтқанда. Ең бастысы тілде сөздер арқылы жазыңыздар барлығын. Ұзын қылып жазудың қажеті жоқ. Былай я хочу найти корень степени второй бірдеңке деп толық жазып керек жоқ. Просто квадратпен жұмыс істеп жатырмын, және ол JavaScript қалай жазылады. Так, сұрағыңыз бар ма тағы да? Басқа жоқ. Оқашы, қоя бер сұрақ болатын болса, сұрақтарың жақсы. Так, Балнұр, Нұржанат, Аслан, давай, сұрақ жер сен. Менде сұрақ жоқ.
қой, бір сұрақ қой, давай. Мына жерде мен сұрақ қою мүмкін емес қой мына сабақта. Сол негізі сіздерге үйде пайда болады сұрақтар онда. Точно. Аша отырма. Бізде университетте былай үйретуші еді, егер лекция уақыт болғаннан кейін ешкімде сұрақ болмаса, значит, сабақты түсінбейді дейді да ешкім. Ағай, мысалға, мына типтардың барлығы қай кезде қолданылады? Бәрі И кезде болады. қайсысы Бар қайсысы көбінесе қолданылады деген ғой? ол ондай жоқ енді. Нұрқыным. Ондай жоқ енді. Қайсысы көбірек қолданады деген нәрсе. Жобаға байланысты, бәрін қолданысты. Бұлардың барлығы негіз деп атадым ғой. Негіз болғаннан кейін, бұл жерде основа болғаннан кейін, бұл жерде андай тема жоқ. То есть бұл маңызды емес дейтін нәрсе жоқ бұл жерде. Основа болғаннан кейін, барлығы очень важно деген критериймен тұрады. Так что барлығын айтылған нәрсе, мен айтылған нәрсенің барлығын 200% орындауға тырысыңыздар. 5 мысал құр дедім бе? 5 мысал құр. Әрқайсысы типке байланысты. Сол кезде түсіне бастайсың. Не үшін олай болып отыр? Не үшін былай жазып отыр? Және булиан тип жазған кезде көбіне біз is деп жазамыз. То есть ағылшын тілін білетін болсаңыздар, астынан үйреніп жатыр ғой. Is студент типті, студентсің ба деген сияқты. Я студент деген сияқты. Has деген сөз бар ма, имеется деген сөз. Has baby, имеется ребенок деген. Да, нет деген сияқты. Яғни айнымалы уже сұраққа жауап беріп тұр, былай қарасаңыздар. Я, жоқ. Я, жоқ. Бала бар, жоқ. Ноутбук бар ма? Жоқ па деген сөз. Имеется ноутбук? Да, нет. Является студентом курса? Да, нет. Является студентом? Да, нет. Қарасаңыздар, мына жерде студенттің аты деген сияқты. То есть айнымалы құрған кезде де ойланып құру керек та. Өзінің мәнін, мына мәнді ашып керек ол. Мына мәнді ашып жазу керек. Егер де мен бұған просто какой-то бір бүйтіп жаза салатын болсам, name деп жаза салатын болсам, бұл түсінікті, әйтеуір аты, біреудің аты. Бірақ мен аяқта студент name дейтін болсам, мен уже түсінемін, менің программам именно студенттермен жұмыс істеп жатыр қазір. Или студенттің атын сақтауға арналған деп. Түсінесіздер ма? Уже детализация кетіп жатыр. Так, достар, осы. Біз келесі сабақ тоже осыған арнаймыз. Айнымалыға негізі 3 сабақ кетеді біздің. Основа болғаннан кейін, және келесі сабақта уже тест болады, бұйырса, сол тестке байланысты орындап көреміз. Все, достар, уақытымыз аз қалды. Бұйырса, демалыстарын осымен орындаңыздар. Ең басты демалуды ұмытпаңыздар. Жақсы, көріскенше.